Сәлеметсіздер оқушылар, бүгін күй аңызы әңгімесінің 4-ші сабағы, 4-ші сағаты. Бүгінгі тақырыбымыз күй аңызы әңгімесінің тілі, яғни шығарманың көркемдік тілін талдайтын боламыз. Оқулықтарыңыздың 202-ші бетіндегі қолдану деңгейінің 4-ші тапсырмасын жазбаша түрде орындайтын боламыз. Ойын түрінде берілген. Бірақ енді сіздерде қазір қашықтықтан оқыту болғандықтан дәптерлеріңізге жаза бересіздер. Авторы, шығарма атауы, кейіпкерлер, оқиға желісі, қолданылатын тәсіл, көркемдегіш құралдар, қазіргі өмірмен салыстыру. Бұның ішінде бір шамасын біз өткен сабақтарда орындадық. Бүгінгі бізге қалып тұрғаны көркемдік құралдар. Олай болса, әңгімемізді басынан бастап оқып, есімізге түсіріп қарайық және көркемдегіш құралдарды анықтайық. Жалпы бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты анализ және интерпретация, оның ішіндегі автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. Яғни осы шығарманың тілдік көрінісін талдай отырып, оның ішінде кейіпкерлердің диалогтарынан, монологтарынан талдау жүргізіп, және автордың қандай екендігін, қандай жазушы екендігін осы шығарманың тілін талдау арқылы түсінетін боламыз. Ең алдымен әңгіменің өзі көркемдік құралмен басталады. Назар аударып қарайтын болсақ, екі салт атты адырдың басына желе жортып шықты да, аттарының басын іркіп алақан астынан алысты шолды дейді. Осы жердегі екі салт атты деп отырғанымыз, екі салт атты адам деген сөзде, осы жерде адам деген сөзді түсіп қалып, тек ол адамның астындағы атын ғана атауы, бұл метонимия. Мысалы, бізде қазақта жиі айтады, бір кесе қойш дейді. Мысалы, бір кесе шай қойш дегенді, шай деген сөзді айтпай, тек оның ыдысын ғана атау бізде жиі қолданылады. Осы секілді көркемдік құрал бүтін заттың толық атаудың орнына оның бір бөлшегінің атын атауды осылай метонимия деп атайды. Яғни адамдар деп айтудың орнына олардың астындағы тұлпарларын ғана айтып тұр. Осы жерден біз автордың шеберлігін байқауымызға болады. Одан ары қарай сөйлемге қарайтын болсақ, келесі сөйлемге: төмен қарай көлбеп бара жатқан кең жазықтың шетінде мұнартып оқшау тұрған жалаңаш тау көрінеді дейді. Осы жерде эпитет бар. Бейнелі түрде суреттеу. Қандай тау? Жалаңаш тау дейді. Әдетте жалаңаш деп адамға қатысты қолданылады ғой, ал бұл жерде тауды, табиғатты солай суреттеп тұр. Келесі абзацқа өтсек, жігіттің сөзі және одан кейін сол жас жігітті суреттейді. Байқасаңыздар, портретін суреттейді, жігіттің тұла бойын, қандай адам екенін. Осы сөйлемге назар аударып қарасаңыздар, оның астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк мақпал камзол, талдырмаш белін қызыл күдері белбеумен қынай болған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік дейді. Жігіттің үстіндегі бүкіл киімін сипаттаған кезде, үстінде киген нәрсесі және астындағы аты бестісін, камзол және белбеуін, бөрігін сипаттады. Сол осы 4 затын сипаттағанның өзі қаншама жол болып тұр, байқадыңыздар ма? Және әрқайсысының түр-түсін, матасын, қандай материалдан жасалғанға дейін барлығын сондай нақтылықпен өте керемет суреттеп, адамның көз алдына келетіндей әсер, эффект беріп тұр. Байқасаңыздар, осы жерде қандай бесті? Қылаң бесті, жалын өрген бесті. Осы жерде бұл қолданыстың барлығы эпитет болады. Үстінде камзол дейді. Қандай камзол? Көк мақпал камзол. Өңіріне зер ұстаған камзол. Қандай белбеу? Қызыл күдері белбеу. Оны қалай таққан десеңізші? Қынай болған дейді. Барынша тартып, белін қынап, талдырмаш бел қылып қойған дейді. Автордың сондай сөздік қорының молдығына, шеберлігіне қалай таңғалмайсыз?
осылай керемет қылып суреттеп келе жатады да, тек ер тұрманы ғана жұпынылау дейді. Қарапайым тіл, бірақ сондай көркемдік құралдарға өте бай. Және ер тұрманы ғана жұпынылау дейді, яғни өте қарапайым деген сөз. Бір кезде көк сауырлап жез шегені тізілте қаққан ері басқа біреудің астынан ауған сияқты әбден тозып, бояуы оңып, жарғақтанып кеткен дейді. Осы жерде байқасаңыздар, бір теңеу бар. Бір нәрсеге оның тозып кеткен астындағы ескі ер тоқымын бір нәрсеге теңеп тұр. Басқа біреудің астынан ауысқан сияқты дейді. Яғни басқа біреу пайдаланып бұған берген сияқты деп тұр. Сияқты, секілді деген сөздер арқылы жасалатын көркемдік құралды теңеу деп атаймыз. Біз әдетте теңеуді дайдей, тайдей деген жұрнақтар арқылы жасалады деп білуші едік қой. Сонымен қатар секілді, сияқты сөздер арқылы да жасалса, ол теңеуге жата береді. Одан ары қарай қасындағы екінші салт аттыны суреттейді. Оның қасындағы күрең атты, жасы 50-ді алқымдаған, әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу, өткір қоңыр көзі, биік қабағының астында терең ұялаған қағылез кісі дейді. Ол 50-лердегі кісі деп суреттей салса да болушы еді, байқадыңыздар ма? Ол немесе ол 50-ден асқан кісі деп бір ауыз сөзбен айтуға болатын еді. Осы бір сөйлемнің ішіне осы естеместің бүкіл мінез құлқын, бүкіл бет әлпетін бір сөйлемге сыйғызып суреттеп тұр. Байқасаңыздар, эпитетке тонып тұр бұл сөйлем деген. Қағылез кісі дейді. Қабағының астында терең ұялаған дейді, көзінің өзі. Мысалы, өткір қоңыр көзі дейді, өткір көз деп тұр. Бұл тура мағына ма, ауыспалы мағына ма? Қалай ойлайсыздар? Әдетте өткір пышақ болады, өткір қайшы болады. Ал өткір көз дегеніміз ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Және биік дөңес мұрын, дөңгелек қара сақал, әдемі дөңгелек қара сақал. Осының барлығы эпитеттік қолданыс болып келеді. Ары қарай оларды суреттей түседі, және осы жерде екі кейіпкердің диалогы басталады. Және осы диалогтан да біраз нәрсені байқауға болады. Автордың шеберлігін, өте сондай жас ерекшелігіне, осы кейіпкерлердің жас мөлшерлерін танытатындай нанымды, сенімді түрде диалогтар берілген. Осы жерде мына шылау байқасаңыздар, бұл маңдағы ауыл көшіп кеткен-ау, деді естемес ойланғандай болып дейді. Осы жерде бұл маңдағы ауыл көшіп кетіпті дей салса да болар еді ғой. Бұл маңдағы ауыл көшіп кеткен-ау деп аушылау жалғану арқылы болжап, өзінің ойланып, ойын білдіріп тұр. Ал қасындағы жас жігіт Оразымбет неге деп бірден эмоциясын білдіреді. Неге? Ауыл ылдида, Ипанның етегіндегі қайнарда болар. Жігітте болжам жасап тұр, келер шақта сөйлеп тұр. Дегенмен жігітте бір сенімділік басым, жастық албыртта байқалады. Ары қарай келесі сөйлемге назар аударатын болсақ, осы жерде де бір көркемдік құралды байқауға болады. Қыбыр еткен бір қара көрінбейді. Көрінбейтін не? Бір қара деп отырғаны, бір қара адам немесе бір қара мал, бір қарайған адам немесе бір қарайған мал көрінбейді дегенді осы жерде тек қара деп қана жеткізіп, оның бір бөлшегін атап, метонимияны қолданып тұр. Осы жерде жаңа жас күйші Оразымбеттің іс-әрекетін автор теңеу арқылы беріп кетеді. Жаңа ғана Ипанды көргенде балапандай талпынып серпілген жас жігіт енді басылып қалды дейді. Оның мана неге ауыл дейтін осы жақын жерде ғой деп тұрған, талпынып тұрған, талпынып сондай оптимистік, позитивті көзқараспен
тұрған жас жігіттің ұшып қонған көңілінің бірден басылып қалғанын, су сепкендей басылып қалғанын сондай бейнелі түрде жеткізіп тұр. Балапандай талпынып сергіген дейді. Сондай жігіттің қуанып кеткенін балапанның талпынғанына теңеп тұр. Теңеуді табу барлығымызға оңай. Осы келесі диалогтың ары қарай жалғастырып оқитын болсақ, мал көрінбейді дейді, дауыс солып дейді. Осы жерде экспрессивті, эмоционалды сөздер бар. Бізде қазақ тілде әдетте осы экспрессивті, эмоционалды сөздерді көп сұрайды ғой. Ешқандай эмоцияны айтпай-ақ, көңіл күйі мынадай, көңіл күйі түсіп кетті немесе қуанып тұр деген ешқандай түсіндіруді қажет етпей-ақ, сол жерде қандай көңіл күй болғанын түсіндіретін сөздер бар қазақ тілінде, жалпы барлық тілде де бар. Сол сөздерде эмоционалды сөздер дейміз. Осы жерде малы көрінбейді деді, ол дауысы солып дегенде қандай көңіл күйді байқап тұрсыздар? Оразымбеттің көңіл күйі қандай? Жақын жерде ауылдың жоқ екенін білгеннен кейін оның көңіл күйі түсіп кетті. Соны дауысы солып деп автор жеткізіп тұр. Дауысы солып, яғни дауысы бәсеңдеді десе де болар еді ғой, дауысы кішкене жайлады десе де болады. Ал дауысы солып деген, осы жердегі солып деген сөз қолданысы әдетте жапырақ солып қалады, гүл солып қалады, сондай бір табиғаттың құбылысы, бірақ дегенмен сондай бір жағымсыз, қайттан орнына келместей болып көрінеді. Даусының бәсеңсіп, көңіл күйінің түсіп, жабырқап қалғанын осы дауысы солып деген бір сөз арқылы білдіріп тұр. Эмоционалды сөздер деп өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Ары қарай оқып көрейік. Естемес жас жігітке өңі жылып, есіркей қарады дейді. Бұл жерде де экспрессивті эмоционалды сөз бар. Оған есіркей қарады десе де, немесе оған аяп қарады десе де болушы еді, бірақ өңі жылып деген осы жерде сөз тіркесін қолданып тұр. Яғни оған қарап, күлімдеп, оны бір жұбатпақшы болып, оның естеместің ниеті сондай жүзінен көрініп тұрған екен. Өңі жылып деген бізде тұрақты тіркесі ретінде де қолданылады. Сондай бір жақсы шыраймен, шаршаған екенсің деп әңгімеге тартады ары қарай. Енді кішкене тағы да талдайды тұрайық. Нарды көргенге дейін, Жапондағы жалғыз нарды көргенге дейін кішкене талдау жасап бір түсіндіріп жіберейін. Содан кейін осы нарды көретін кезден көркемдік құралдар өте көп. Соларды тауып сіздер соны жазыңыздар. Келесі бетке назар аударатын болсақ, естемес өзінің басындағы жағдайды айтады ғой. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де, қайтып оралар бір қазығым жоқ дейді. Осы жерде қазығым жоқ деп отырған не нәрсе? Яғни отбасым жоқ деген сөз, әйелім жоқ, бала-шағам жоқ. Осы жерде әйелді, бала-шағаны қазық деген сөз арқылы түсіндіріп тұр. Бұл метафора болады. Екі ұқсас нәрсені немесе құбылысты ауыстырып, бірінің орнына бірін қолдану. Сіздерге түсінікті болу керек. Мысалы, отбасым жоқ деп атамай, оны қазығым жоқ деп бейнелі түрде жеткізіп тұр. Одан ары қарай тағы да төменге түссек, осы әңгімеден кейін екеуінің де көңілі жүдеп үнсіз келе жатты дейді. Осы сөйлемде көркемдік құрал бар, байқаған боларсыздар, екеуінің де көңілі жүдеп дейді. Жүдейтін не негізі? Жүдейтін адам жүдейді, адам арықтаса оны жүдеп кетіпті деп айтады. Ал көңілі жүдеп деген көңілсіз келе жатыр деген сөз. Көңілі де сондай арықтап қалған сияқты деп. Бұл көркемдік құрал, кейіптеу, жансызға жан бітіру. Жансыз нәрсеге жанды нәрселердің іс-әрекетін телу. Қазақта бұндай сөз тіркестері өте көп. Әдеттен ертеден бері келе жатқан осындай сөз тіркестерін автор өте жақсы, ұтымды пайдаланып тұр. Енді осы жерде нарды көреді. Кенет суалып қалған жырадан жалғыз нар көрінді. Ары қарай осы нарды суреттейді.
оқиға басталады. Осы жерде көркемдік құралдар өте көп және олардың мағынасы қандай, сол сіздерге тапсырма болмақ. Интернеттен қосымша ақпарат көздерінен көркемдік құралдардың анықтамаларын, мысалдарын қарап, солармен танысып, талдау жасаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.